Сәлеметсіздер ме, құрметті мұғалімдер, эксперттер, менің білім мен бизнес атты каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. 2026 жылы былай мақсат қойдым. YouTube каналымды одан да қатты жүргізейін, дамытайын, барлық біліммен бөлісейін деп, осылай үлкен бір мақсат қойдым. Жалпы байқасаңыздар, көбінесе көп адамдар былай көреді, естисіздер ғой, 20 миллион жасап жатыр, 30 миллион жасап жатыр, 50 миллион жасап жатыр да. Ол қалай? Оны онлайн арқылы жасап жатыр ғой. Яғни онлайнда байқасаңыздар масштаб бар, значит ол жақтан көп сума жасауға болады да. Андай сөз бар ғой, адамдардың назары қай жерде, табысы жүр деп айтады да. Мысалы, адамдардың назарының бәрі Инстаграм, ТикТокта, значит сол онлайнға кіріп, осы назармен жұмыс істей білу керек ше. Сол үшін үлкен масштабқа шығудың жолы онлайн деп айтқым келіп тұр. Енді мен бүгінгі тақырыбымда мұғалімдер қалай математика пән мұғалімі бір айда 5 миллион жасауға болады. Енді осы тақырыпты сіздермен ашатын боламын. Ал енді кеттік. Жалпы нөлден бастап біз өзіміз 5 миллионға жеткізгенбіз. Бізде апай болды, Сұлу деген апай. Соған жеткіздік. Бір айда осыған қалай жетті, соның бәрін детальдарын көрсетем. Сол үшін басқа нелеріңізді назарыңыз аудармай, тек осыған дәптер ручкаңызды алып алсаңыздар болады. Өйткені берілетін ақпарат өте құнды. Ал кеттік. Бірінші ниша анықтау керек. Математиканың мұғалімі қалай 5 миллион жасауға болады? Бірінші ол онлайн ниша. Онлайнда сала анықтау керек та. Мен математика мұғаліммін деп шығуға болмайды да. Оның ішінде ОБТ эксперті, КТЛ ниш эксперті, немесе мұғалімдер эксперті. Осы үш бағыт бар, ниша бар. Осы үшеуінің біреуін алған дұрыс. Қазір мысалы ОБТ-ға кіретін болсаңыздар, ОБТ-та 10-11 сыныптың оқушылары, основной сіздің клиентіңіз 10-11 сыныптың оқушылары, соған жұмыс істеу керек. Өйті оған жаңағы оқушы ата-ана, яғни ата-ана шешім қабылдайды ғой енді. Сіздің клиенттеріңіз оқушы болады. Оқушыға мен аудиториясымен жұмыс істеп, плюс оқушы ата-анасына айтады, шамалы ОБТ темасы жақсы, бірақ сәл қазір қиындау да, негізі жасауға болады бірақ. Екінші КТЛ ниш бағыты, яғни КТЛ нишқа кірсеңіздер болады. Бұл жерде 4-ші, 5-ші, 6-ші сыныптың оқушыларын оқытасыңдар, именно математика, логика, сандық сипаттама пәндерінен. Бірақ та бұл жерде жақсы жері ата-ана. Мысалы, ата-анаға реклама жібересіз, ата-ана өзі көреді, бірден шешім қабылдайды ше. Осы жері жақсы. Үшінші ниша саласы ол мұғалімдер. Именно мұғалімнің біліктілігін арттыру. Бұл да өте жақсы ше негізі. Сол үшін мен енді бүгін сіздерге осының біреуін таңдап, соны ашып, осымен қалай 5 миллион жасауға болады, соны көрсетем. Например, мұғалімдер. Мұғалімнің біліктілігін арттыру. Бұл да өте күшті да. Мысалы, қарасаңыздар, негізі көбінесе математиканы білмейтін мұғалімдер бар ғой негізі. Соларды оқыту, біліктілігін арттыру курсы, болмаса квал-тест деген сияқты соған кірсеңіздер болады. Енді мен сол мұғалімдер, математик мұғалімдердің біліктілігін арттыру деген салаға кірдім. Әрі қарай не істейміз? Екінші қадам продукт жасау. Нишаңыз анықталды. Мынандай айтайыншы сіздерге ше, күшті нәрсе айтайыншы. Негізі табыстың 50% кілті мұғалімдер. Ол салаға байланысты, таңдап атқан онлайндағы нишаларыңызға байланысты ше. Көп тауып кетуіңіздің сыры осы да. Мысалға сіздер қазір мысалға ОБТ-ға кірулеріңіз мүмкін. ОБТ-ға кіріп, сондай бір көп әрекеттер жасайсыз да, энергияңызды құртасыз. Сол энергияңызды мысалға мұғалімдер аудиториясына болмаса КТЛ нишқа кіріп, мысалға зерттеуінде кіріп, сіз одан да көп, даже 5 есе 10 есе көп табыс тауып кетуге болады да. Мысалы ОБТ-дан 1 миллион теңге тапсаңыз, например, жасап, сол ОБТ-ға құртқан энергияны, мысалы КТЛ нишқа кіріп, например, 4 миллион жасауға болады деген сияқты. Сол үшін айтқым келгені табыстың кілті ол салаға байланысты. Енді мен мұғалімдер саласына алдым. Енді не істеу керек? Бірінші ниша анықталғаннан кейін екінші уже продукт жасау керек та. Продукты. Бұл жерде сабақтың планын жасау. Ең бірінші сол математика бойынша. Продукты болғанда, продукты мұғалімдерге арналған продукты деп аламын. Мына жерге жазайын. Мұғалімдерге арналған. Енді мұғалімдерге біз сонда не үйретеміз? Жаңағы ОБТ-ға дайындау, олимпиадаға дайындау, мұғалімдерді КТЛ нишқа дайындау сол бағытта үйретеді да. Именно мұғалімнің біліктілігін арттыру. Сабақтың планын жасайсыз. Бірінші қадам осы продукты бойынша. Мысалы, математикадан где-то 5 пен 11-ге дейінгі тақырыптар ғой. Соның планын жасайсыз. Сосын екінші қадам видео сабақ түсіресіз. Бірақ бұл жерде видео сабақ түсіру қатты бір қиын нәрсе емес ше. Ноутбукпен алып, мынандай OBS деген жазып қойғам. Приложение бар. Сол арқылы даже YouTube-тан қарап, сөйтіп бір видео сабақ түсіресіз. Бұл жерде бір нәрсе айтайыншы. Андай емес та, мен бүкіл видео сабақтарын бәрін бітіріп алайын. Сосын сатам деген нәрсе жоқ та.
примерно курс жасауға, өзіңіздің видео сабақтарын жасауға әрі кетсе максимум бір апта уақыт кетеді. Бір 3-4 күннің көлемінде, например, планын құрастырдыңыз, 4-5 видео сабақ түсірдіңіз, сатуға көшесіз, сатылғаннан кейін барып, күн сайын жаңағы платформаға жүктеп, сатылғаннан кейін барып салып отырасыз ғой. Соны айтқым келіп тұр. Сол үшін жаңағы эксперттер бүкіл видео сабақтарды бітірем деп олай әуре болмай, бастап кетіңіз, сосын күн сайын платформаға жүктеп отырасыз да. Яғни екінші, бір где-то сабақтың планын құрғаннан кейін, сол бойынша 3-4 видео сабақ түсіресіз. Даже бір аптаға арнап видео сабақ түсіріп қойсаңыз болады. Сосын оны платформаға жүктейсіз. Негізі былайша бастапқыда көп шығын құртпай бар емес па? Көп шығын құртпай. Оны платформа мысалы 100 мың теңге жасап береді адамдар. Көп қой, эксперт 100 мыңға, 150 мыңға деген сияқты. Мысалы платформа жасатқаннан гөрі сіз телеграмға салыңызшы, мысалы болды. Просто телеграмға канал ашыңыз. Мысалы көрсете салайын. Например, былай өстесіз да. Экраннан көрсетейін. Бүйтіп мысалы басамыз да. Просто канал дейсіз. Тақырыбын қоясыз, мысалы математика. Мысалы мен курстың атауын математика оңай деп қойын. Болмаса оңай математика деп қойсаңыз да болады. Так. Математика оңай дейсіз да. Мына жерге сурет қойып, сосын әрі қарай далее деп басамыз. Запретить копированияны басамыз да. Енді сіздің видеоларыңыз ешкім көшіре алмайды. Сөйтіп готово дейміз ғой. Өз ішіне қарай кіре береміз, сосын әрі қарай. Ішіне кіреміз да. Сөйтіп осылай осы каналмен бастап бересіз. Енді сіз телеграм каналға жүктегеннен кейін, болды сіздің бір 4-5 видео сабағын жүктеп қоясыз да. Енді прайс жасау керек болады. Міне қараңыздар. Прайс деген қаншаға сатасыз сол ғой. Осы маңыздысы. Мысалға бір VIP деп тариф қойсаңыз болады. Айтасыз, 5-11 сыныптың математика, алгебра, геометрия пәндерінің 490 бойынша видео сабақтары барлығы бар. Платформаның ішінде 500 видео сабақ, 1000 плюс септер мысалдар, 2 жыл доступ, кері байланыс, мамыр айына дейін ұстазбен сум сабақтар, Қазақстан Республика математика ортақ чаттар, түрлі лайфхактар деген сияқты осылай прайс құрастырасыз. Енді сіз осы маңыздысы нәтижені айту керек та. Нәтижеде осы курсты оқу арқылы оқушыларды ОБТ, олимпиадаға, КТ-ға сапалы, оңай, тиімді дайындалуды үйренесіз. Деп сіз өзіңіздің прайсыңызды құрастырасыз. Бағасы 50% жеңілдікпен 79 мың теңгеге сатасыз. Біз просто осыны сатқанымызда өзімізше сатып, где-то айтайын сіздерге 65 ба, сондай бір айда 65 мұғалімге саттық қой. 79 мың теңгені, сонда бір где-то 5 миллиондай шығады ғой. Сондай жасадық осы сумманы. Сол үшін главный нәрсе, бұл жерде айтқым келгені, ниша анықталды. Екінші, продукты жасау керек. Продукт жасалады да. Продукты жасалып болғаннан кейін біз не істейміз, әрі қарай Инстаграмға көшеміз. Мысалға қараңыздар да, құрметті мұғалімдер, біз осы ең маңызды нәрсе, негізі онлайнда бір андай воронка емес, қатты ондай не маңыздысы ниша, сосын продукты ғой. Мысалы, продуктыңыздың ішіне не кіреді, соның методологиясын құрастыру, осы нәрсе маңызы. Осы фундамент. Осы болса болды. Главный бұл жерде клиенттің проблемасын шешетін сала болу керек қой. Саланы алсаңыздар, болды, ол былайша прямой продажамен ақ реклама жіберсеңіз, ол сатыла береді өзі. Әрі қарай ол сөйлесуге, ұсынысқа байланысты болып береді. Сосын, міне қараңыз, продуктыңыз где-то ниша анықталды, продуктыңызды жасадыңыз, осылай тарифтерді де құрастырдыңыз, бөліктерге қарастырылған деп. Үшінші, енді біз Инстаграм жөндейміз, құрметті мұғалімдер. Инстаграмды мысалға былай жөндейміз ғой. Бірінші, қараңыздар, сіз фотосессия жасап алсаңыз болады ше. Егер фотосессияны үнемдегім келеді десең, ақша оған бір студияға барып жасасаңыздар болады, болмаса не істейсіз, фотосессияда бұрынғы суреттеріңіз болса, осылай мынандай қылып авасын қоясыз, әдемі қылып. Мына жерде фотосессия жасалған біздің мұғалімімізге. Сөйтесіз да, қазір қай бағытта оқытып жатсыз, соны жазасыз. Именно биоға да. Жоғары сыныпта ұстаз, 36 жыл тәжірибе, 5-11 сынып математика мұғалім жас маман студенттерге арналған оңай математика курсына тіркелу ашық деп. Сөйтіп WhatsApp қойып қойғанда осы жерге 15 мың оқырман жиналған. Сөйтіп еш нәрсені қиындатпай осындай контенттер түсіресіз ғой. Инстаграмда әрі салатын болсаңыз, пайдалы Инстаграмда басты нәрсе пайдалы ақпаратпен бөлісу керек та. Барынша оңай пайдалы ақпаратпен, міне қараңыз. Ашайын мен. Ашылмай тұр бірақ. Ладно.
мына жерде просто так апамыз, Сұлу апай өзінің жаңағыдай тақтада әше қарапайым телефон қойып қойып осылай экспертный видео. Бұл жерде маңызды нәрсе дауыс жақсы болу керек. Жақсы петличка алсаңыз, сосын жарық жақсы болса, сонымен осылай қарапайым өзіңіздің біліміңізді осы неде бөлісіп отырасыз ғой. Инстаграмда рилс салып отырасыз. Ол осы жерде, мысалы, Инстаграмыңыздың сіздің визуалыңыз қалыптасты, күнделікті рилс салып отырасыз. Енді біз әрі қарай не істейміз? Уже Инстаграм продукты дайын, Инстаграм жөнделіп тұр. Үшінші қадам уже воронкамен сатуда. Именно андайда пәндерге келетін болсақ, мысалға, көп адамдар айтады, мысалы, мен блогер сияқты қылып жүргізу керекпін ба деп айтады да, мысалға, жоқ, бұл именно білім саласы, осы курс сататындарға қатты бір блогер болып жүргізу шарт емес ше, Инстаграмда. Просто бұл жерде воронка жұмыс істейді ғой. Воронка. Главный нәрсе жаңағы нишамен продукты жақсы болу керек. Болды, әрі қарай воронкамен сата бересіз. Воронка деген не болды? Соны түсіндірейінші. Сіз реклама жібердіңіз. Реклама жібергеннен кейін WhatsApp-қа жазды, сосын сатып алуға дейінгі этап. Мысалы, реклама жібердіңіз, WhatsApp группаға кірді, сосын сіз оған вебинар өттіңіз. Мысалы, рекламада 10 мың адам көрді, 100 адам WhatsApp группаға өтті, 50 сіздің тікелей эфиріңізге қатысты, 5 сатып алды. Көрдіңіз, 10 мың адамның 5 сатып тұр. Воронка деген сол да. Сол сияқты рекламадан сатылымға дейінгі этап қой, воронка деген. Енді әрі қарай не істейміз? Негізі түрлі воронкалар бар. Прямой продажа, вебинар, арзан өнім арқылы сату. Арзан өнім арқылы сату дегеніміз андай ғой, мысалы 5000 теңгеге бір математиканың бір тақырыбын сатсаңыздар болады. Мысалы логарифм деген сияқты 5000 теңге сатып, соны мысалы оқушы, мұғалім көреді да, сөйтіп өз сіздің әрі қарай VIP курсыңызды алады. Мысалы сөйтіп істеуге де болады. Мысалы мен әрі қарай осы кезде сіздерге прямой продажаны айтайын. Мысалы осылай құралғаннан кейін, мындай істелгеннен кейін, 5-ші уже прямой продажамен воронкамен сата берсеңіз болады. Бұған қадам прямой продажа жасау үшін не істеу керек, соны айтайын. Бүйтесіздер. Бірінші сіздер креатив түсіресіздер ғой. Креатив видео. Қарапайым, ешқандай қиындатпай бір видео түсіресіз. Рекламный, жарнамалық видео дейін жерге. Жарнамалық видео түсіресіз. Сосын жарнамалық видеоны мынандай қылып түсірсеңіздер болады, қарапайым болып, мысалы, қараңыз. Біреуін көрсетейін. Егер сіз мектеп бағдарламасындағы 5-11 сынып материалдарын толық меңгергіңіз келсе, және сол меңгерген материалдардың көмегіменен мына Рүстемова авторлығындағы оқулықты емін-еркін қолдана алатындай болғыңыз келсе, осы оқулықтарды оңай меңгеретін авторлық курсыма шақырамын. Авторлық курсында 50% жеңілдік жүріп жатыр. Оған тіркелу үшін комментарий плюс қалдырыңыз. Мысалға, мұғалімдер ұқсатын болсаңыз, математик мұғалімдер, бұл жерде жас мамандар, студенттер, сіздің клиенттеріңіз, декреттегі аналар, мысалы, математика ұмытып қалады ғой, соларға жарнама жібересіз, құрметті мұғалімдер. Жаңағыдай, егер сіз математиканың 5 пен 11 тақырыптарын полный игергіңіз келе ма деген сияқты жібересіз. Менің курсым, математика оңай курсыма 50% жеңілдік жүріп жатыр, тіркелу үшін подробный кнопкасын бас деп. Просто так бұл жерде прямой продажа жасайсыз ғой, прямой ұсынасыз өзіңіздің курсыңызды. Сөйтеді да, оны сіз бүйтсеңіз де болады. Мысалы, оны таргетологқа берсеңіз болады. Таргетолог реклама жібереді, рекламадан WhatsApp-қа өтеді, WhatsApp-тан өзіңіз жаңағы услугаңызды, бағана құралған прайсыңызды айтасыз ғой, солай болады. Енді мен өзім жіберем дейтін болсаңыз да, продвигать кнопкасымен жіберсеңіз болады. Продвигать кнопкасы ешқандай қиындығы жоқ. Мысалы, аласыз да, мен сондықта көрсете салайын, рекламаны. Жарнамалық видео түсірдіңіз, енді оны біз продвигать кнопкасымен қалай жібереміз, соны айта салайын. Сіздерге мынаны көрсете салайын. Бір видео бар. Міне қараңыз. Мұғалімдерге онлайн курс ашудың 3-ші қадамы. Енді сіз өзіңіздің курсын жасап болғаннан кейін оны қалай сату керек, осыны айтатын боламын. Рекламаны қалай жібереміз? Рекламаны жіберу сіз ойлағанда қатты қиын емес, бар жоғы 1 минуттық жұмыс. Просто аласыз, мынандай баннер бар. Баннерді продвигать публикация кнопкасын басасыз. Басқаннан кейін осындай таңдаулар шығады. Осы жерде посетить ваш профильді бассаңыз болады. Далее кнопкасын басасыз. Рекомендуемый аудиторияны таңдайсыз. Далее деп басасыз. Сосын қараңыз. $10, мысалы 1 күнге, 2 күнге жіберсеңіз болады, оны өзіңіз көресіз. Далее кнопкасын басасыз. Сосын мына жерде уже картаны тіркеуге болады. Сөйтіп сіз алғашқы рекламаңызды осылай жасайсыз. Менің мұғалім шәкірттерім осы техниканы қолданып $10-ға, яғни 5 теңге реклама жіберіп, 150 мың теңге табыстады. Мысалы, біз жаңағы Сұлу апаймен жасадық та, осыны сіздерге финансовый көрсете салайын. Жасадық. Например, басында біз реклама құйдық, рекламаға 30 мың теңге құйдық қой, бір күнге, содан 237 мыңға продажа болды, например. Сонда таза түсім, прибыл 200 мың теңге ғой.
40 мың теңге 158 мың продажа, 33 мың теңге 158 мың теңге продажа деген сияқты күн сайын осылай воронка арқылы. Бірақ бірінші нәрсе ол сіздерде не болу керек, жаңағы ниша дұрыс болу керек, және екінші продуктыны дұрыстау керек, жаңағы методологиясын дұрыстап ішіндегін, сосын түрлі воронкалармен сата бересіз. Сосын кейін мысалға команда құрып, сату маманын алып, солай әрі қарай дамыта берсеңіз болады. Мынау мысалы біздің күнделікті болып жатқан продажалар ғой. Мысалы 46 мың теңге мен 79 мың теңге мысалы осылай жасай беруге болады. Мысалы оның минусқа кетіп кеткен моменттер болды. Соңында таза 1 миллион, міне көрдіңіз ба? Осылай жасауға 1,5 миллион мысалы. Осылай істей берсеңіз болады. Негізі былай қарасаңыздар, көп нәрсені қиындатпау керек ше. Проблема неден басталады? Андай сөз бар ғой. Идеальныйға ұмтылу, мен идеалін жасайын деп қиындатсаңыздар, ол рызық несібені кешіп келген себеп болады дейді. Сол үшін басында қарапайым жасап, даже телеграм каналға өзіңіздің сабақтарыңызды жүктеп сата беру керек та. Сатылғаннан кейін барып ақша түседі, уже обновление, мысалы біз Сұлу апайға кейін платформа алдық, не алдық, солайынан обновление бола береді. Бірінші қадам аз шығынмен продаж жасау керек та, сосын әрі қарай дамыта бересіз. Сол бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деген ниеттемін. Пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып, менің YouTube парақшама тіркеліп кетіңіз. Бүгін математиканы бөлсек, кейін басқа пәндер, негізі барлығы байқасаңыздар осы бір-біріне ұқсай береді ғой. Математика, физика, химия, сосын одан бөлек жаңағы искусственный интеллект, бәрінде осы видео сабақ платформа дәл осы воронкамен жұмыс жасайды. Сол үшін сіздермен болған Дәурен, үйренуден жалықпаңыз. Енді құрметті мұғалімдер, эксперттер, бізде бір айда 5 миллион теңгеге жететін, осы қадамдардың барлығын үйрететін, біздің команда қызмет көрсететін серіктестік қызмет бар. Осы енді YouTube парақшаны көрген мұғалімдерге осы серіктестік қызметке арнайы 50% жеңілдік болады. Просто так менің инстаграмыма, егер осыны үйренгім келеді, әрі қарай дамытқым келеді десеңіз, менің инстаграм парақшама серіктестік деп жазсаңыз болды.